Егер де 800 элиталық футболшылар мен олардың бапкерлері бір шатырдың астында өмір сүрсе не болар еді? Ойыншылар сыпайылық дегенді ұмытса, және өздерінің шынайы келбетін танытса. Бұл чемпиондар шоуы. Бұл мен үшін алғаш рет емес. Чемпиондар лигасының финалында жеңіліп көргенмін. Тағы да қайталай алам. Ей, тоқтатыңдар. Жауызы жауыз шығармын. Бірақ суперлигалық жауыз емеспін енді. Харри, өзге клубқа ауысу жайында ойланып көрдің бе? Иә. Әңгімелеп бересің бе бізге? Әңгіме жоқ. Мен бұл клубтың рөлінде отырмын. Бірақ ешкім маған жол ақысын төлемейді. Қозғалма, бітірейін деп қалдым. Ал бұл шынымен де қажет пе? Қолдарымды қозғалта алмаймын. Жақсы емес пе? Енді сындырып алмайсың. Ант етейін, егер тағы бір ойыншым жарақаттанса, маған зейнетке шығуға тура келеді. Ал бұны ешкім қаламайды. Дайын болды. Сонымен, мына сайтан алғыр маусымды енді бір нәрсе қылып құтқаруымыз керек. Бұл не қылғаны таға? Баспалдақтар не қып тұр мұнда? Неге терезеден ашқансыңдар? Желдеген ұрып тұр. Мұның барлығына сендер кінәлісіңдер. Сен және сен. Бәрінен де мына сен. Қарағатын қолтық шаштай болған желкенішті неме? Мә, ортан терек сендерге. Итергенім бар. Бос, сізге көмек керек сияқты бар ғой. Бүгін не болған баяндап берсеңіз? Байқауымша ренжулі сияқтымын. Сосын маған айқайлауға болмайды. Баспалдаққа. Және терапияда маған артық етпейтін секілді. Ашулы бапкерлер басқармасы. Өте ашулысыздар, сондықтан осындасыздар. Ал менде бос уақыт көбейіп кетті. Сол үшін осындамын. Бүгін сіздерге ашуды қалай басқару қажет екендігін үйретем. Оны өз пайдаңа қолдан, немесе кек ал. Симеоне, сені не ашуландырады? Білмеймін негіз. Сен, мына бөлме, және мынау, сосын мынау, бәрі ғой общем. Спорттық директорлар. Бәлкім менің матчтар күнтізбесі қажытатын болар. Ал менің матчтар күнтізбесіне арыз айтатындар. Кезінде сіздер сияқты болғам. Ол кезден бері мұнша уақыт өтті. 14 жыл, 9 ай, 3 апта және 3 күн. Басыммен жасаған соңғы соққым. Бөлмеден шатасып кеттім ау деймін. Сен тұршы қане. Менің Челси мен Интерге жасағанымды сен ешқашан жасай алмайсың. Пайдасы жоқ ойыншыларды сатып аласың. Басыңдағы жасанды шаш. Айта берсең көп. Бұл не, жаттығу ма? Жоқ, бірақ бұл жақсы идея. Әрқайсымыз ашуды басатындай өзіндік амал табуымыз керек. Мен мәселен ашулансам үндемей қалам. Сөйлей бастасам проблемалар басталады. Сонымен, не істейсің ондайда? Нашар бапкерлер нашар нәтижелерге лайық. Фотодағы барлығы дәл мен секілді ренжулі деп үміттенем. Көрдіңдер ме? Сөйлесудің орнына мен жай ғана жаза салдым. Енді жеңілденіп қалдым. Окей, мынаған реакцияларыңыз қандай? Сіздің екі футболшыңыз қапталдағы сызықтың жанында, және пас адресатқа жетпей доп алаңнан шығып кетті. Не істеп жатсыңдар? Мұнымен жұмыс істедік қой біз. Жақсы. Одан да басқа нәрсені көрейік. Күнә ешкісі. Барлығына ашулана беру жақсы емес. Ашуланар болсаңыз, ірі себепке ашуланыңыз. Барлық ойыншыны бірдей жақсы көрсең, не істеуге болады? Ендеше саған келесі жаттығу дайын. Манекенді аламыз да оны ортоқпақ етеміз. Кім бірінші бастайды? Екі рет. Менде андай сезімді тыңдамайтын сияқты ше, бүйткенде... Үш рет. Бұл менің үшінші маусымымнан да сораққа. Барлық клубтағы. Рөлге бөлінейік. Зизу, Клоп, мұнда келіңдер, тез. Клоп, сен өзің боласың. Зидан, сен тілшісің. Жаттығу қарапайым. Жай ғана сұрақтарға жауап беріп, соңында саған айыппұл жазылмау керек. Кеттік. АПЛ сіздің футболшыларға жеткілікті түрде қамқор ма? Ал сіз қалай ойлайсыз? Не сұрақ бұл өзі? Сұмдық қой сұрағыңыз. Ақымақ сауал. Мен не, АПЛ өкілмін бе? Солар үшін жауап бергенімді қалайсыз ба? Мен жай ғана жұмысымды атқарудам. Рас па? Негізі мені арандатып жатқандайсыз. Бірақ мен де ондайды жасай алам. Марко Матераци. О-о. Тоқта, менің бөлмеме құрметіңді таныт. Базар жоқ.
Білесіз бе, бүгін мұны дәріске қатысқаныма сондай қуаныштымын. Мұнда мықты бір ой түйдім. Егер ашуының көтін қыстырсаң, күннің күнінде жарыласың. Дәл сол уақытта жынданып алған әбден дұрыс. Зидан бапкерлігіндегі бейбақ ашу 113 минутта бірақ жарылды. Лайк түймешесін аямаңыздар. Әкеңнен қалған жоқ қой. Сосын арнаға жазылып қояйық. Жаңа бөлімдерді өткізіп алмас үшін.